әңгіме айтып беріп келіп тұр. Алдымен өзімді таныстырып алайын. Менің атым Бекболат. Қай Бекболат дейсіз бе? Кәдімгі Бекболатпын. Тұрағым жатақхана. Я, мен ауылдан келдім. Одан да Қабанбай деген досымның бір хикаясын айтып берейін. Ол өзі жақсы жігіт, бар міне сурекет. Осы оқиға да соның сурекеттігінен басталды. Жоқ. Әнекей, естідіңіз бе? Үйіміз кермей төз алмаймын. Адамсыз бір сәрі қалайша мені менсіп жүрді. Айтшы Бекболат. Бұл анау ғой, мен түк татқаным жоқ. Түк татқаным жоқ? Жолдасың бұдан мас болғанда сен түк татпайсың, мені алып жеп тұрсың ба? Әлде ақымақ көресің бе? Ойбай-ау, мен ішпеймін ғой. Ішпеймін? 10 жылдан бері комендант болып келемін. Сонда ішпейтін студент қайда жүрмін мен, Еще кісіні келіп өтірік айтуын қарашы. Биғайша апа, оның ішпейтіні рас. Сен де сыртынан тектің. Әттең бұл жоғалға тұрған шешаты болмағанда сені баяғыда қуып шығар едім. Ал сен жолда шалғаспай, жатақханадан табанды жалтырат. Жоқ, кетпеймін. Биғайша апа, бұлай мәмілеге келейік те, сіздің де бала-шағаңыз, қызыңыз бар. Қызым болса ше, қарай көр мынаны дәрмесін. Мен оны сенде сияқты жалғым аяқтар үшін өсіргем жоқ. Шіркін-ай, қандай жігіттің маңдайы жарқырап тұр екен. Не дейсің? Сіз сияқты тамаша қаннеге тап келетін деймін. Сіздің өзіңіз андайсыз, қызыңыз тіпті керемет шығар. Қара мынаны, кешірім сұрап, аяңбашы орындарына масқаралауға шықтым ба? Міне, мұнда екі бірдей акт бар. Ертең дүйсенбі. Күн электроға апарам да оқудан шығарып, қамытып жіберем. Биғайша апа, біз сізден үлкен кешірім сұраймыз. Енді бір ашуыңызды қиыңызшы. Жоқ, енді шегінбеймін. Қараш. Биғайша апа, сіз мейірбан адамсыз. Сізді сол үшін бәріміз жақсы көреміз. Енді бір ашуыңызды қиыңызшы. Жоқ, енді шегінбеймін. Қараш демалыс күн настроениемді. Ай, өзім түскен дүние. Тіпті бар ғой сөздің байына бармайды. Ай, өзімде қатырдым-ау. Я, қатырдың. Апырай, сіздің өзің маңдайсыз. Қызыңыз тіпті керемет шығар деген жоқпын ба? Қалай тауып айттым ай? Өміріңде бір тауып айтқан сөзің еді. Бірақ соның өзі сорыңа көрініп тұр ғой. Неге сорма? Енді жатақханадан кетесің. Болмаса бұдан да үлкен пәлеге қалай деп тұрсың. Өзіме кетемін. Пәтерге шығамын. Пәтердің ақшасын қалай төлейсің? Оянсайшы. Жұмыс істеймін. Дүкенге барып жүк түсіремін. Болмасын. Асқанаға барып ыдыс-аяқ жуамын. Әйтеуір бір нәрсесін табармын. Кеше маған бір пәтер тауып берші. Сенің араласуға адамдарың бар ғой. Ыдыс-аяқ жуам дейсің бе? Тоқта. Маған бір ой келді. Bir жерде бір пәтер бар. Ыңғайлы ма? Ыңғайлы болғанда қандай? Тек менің шарттарымды орындайтын болсаң айт. Болмаса пәтерді башқа жақсаң іздей бер. Жарайды, Бекболат. Неге болса көндім. Көнсең жарадың. Ал біріншіден, мына сақал мұртыңды сыпырасың. Мен бұл сақалды мода шашып жүрген жоқ. Тек дипломда бекешті бітіргенше қырғайын деген серпім бар еді. Екіншіден, анау сары майдай сақтап жүрген костюмыңды сықитып киіп аласың. Оны да сол дипломға тілектес болсын деп алып ем. Оны қазір киіп алсам, диплом қорғанша ол не сақалма? Оны қазір кимесең, дипломмен қош айтсасын. Ал үшінші шартым, неге болса да таң арқамайсың, менің айтқанымды істей бересің. Жарайды, тек өзің үйлерін танисың ба? Таныған несі? Ағайының олар? Жақын ағайының ба? Ол үйдің хозяйкасы, менің нағашымның құдағының құдашасы. Сонда олар саған кім болады? Маған ба? Маған құдаша жеңгей болады да. Ай, қалмай тұрмын-ау. Асықпа, бәрін қалсын. Жүрегіңнің түбінде терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Олар ойлап болғанша, сен дипломыңды жазып, оқуыңды бітіріп аласың. Өмірің индийский кинодай болады. Қандай? Индийский кинодай.
Қалай? Во! यारो मैं तो यहाँ दिख रहा सारे गम थी Апырмай, осы күнгі жастарды ерік берсең бәрібір рухтанады. Ал ерік берсең неге мынау ғой? Алышсын, жесін, әне. Тек осы үйдің астан кетсең шығармаса қайтеді екен? Қара жерді, жалғыз қыздың өз осыншаға шашатты. Қыз көп бөлі деген егін көреді екен. Бұл заманда қыз өсіру деген кәметтің қайсында. Ай, қиматтыр-ау. Ешкім оны түземес, өзің қамын жемесем, қыз секілді қыз емес, көйлек киген демесем, жамай байлы болесем, қабырғамен күйнесем, еркек емес немесе шалбар киген демесем, ақыл айтып түземес, өздерінде досы бар, еркек емес қыз емес, қыз секілді жылаған, бақыттана мен емес, айналайын сырласым, еркек емес қыз емес, келді түсіп бір масым, еркек демес, қыз демес, келді түсіп бір масым. Есік ашық кіре бер, амансың ба қыздарға? Біздің Алушқа оянған жоқ па? Жоқ, екеуі ұйықтап жатыр. Түнімен жұмбаққаны құтырылып талып келген ұйықтайды әдеттеріміз бе? Біздің Алушқа, мама сені оятпаймын, ботқан қасына жата кетем деп еді. Екеуі жатыр, сағат 11 болды. Білмеймін қашан тұрады. Биғайша, осы менің басым қатып кетті. Ішкенің алдында, ішпегенің артында, төрт құбылан түгел сенің неден басың қатады? Қағытып созып жетік салмай жүрген мына мен сияқты болсаң бір сәрі. Жұмыстан ерінбей, демалыс күні де тыныштық жоқ. Не болып қалды? Бір бұзық балалар ара ашып, арқылай салып, жатақхананың мазасын алыпты. Ондай перілер өзімізде де бар емес пе? Сен де қызықсың бұл Жамал, біздің балаларды әшейін еркек қой, ал ана бұзықтар ма? Кісінің ерні түк қалдырар емес. Мен де қызым ерінен еш нәрсе қалдырар емес. Жатыр әнеке, тұрайын. Бүгінгі күн демалыс, тасаттырғысын шаршаған шығар. Жұмаққанды жеттеп келеніп секірден шаршаған шығар. Солардың секіріне кісі тіпті қасына қарап отыруға шаршайды ғой. Баяғы біздің заманның билерін айтсам, Шәкір, Патрон, Сандро, Барис, Алғыш қазақтан шыққан естеме, бәрін ойдық қой. Ендегі есінде болмасын, сенде қазақ барысы бар еді ғой. Қой жүреш, настроение бұзылып келіп, жастарың ескетсіп,
қысқа ХТР дейді. Ғылыми техниканың революция заманы. Осы күнгі мода солай. Киімге мода болушы еді, махаббатқа мода болады дегенді естімеп едім. Ал қақшы, қазір махаббатқа да мода шыққан. Заманнан артқа қалсаң, жұртқа күлкі болмайсың ба? Жоқ Биғайша, заманнан артқа алып жұртта күлкі болған емеспін. Шошында бағына шығып кетесіздер ғой. Биғайша, осы маған ботагөздің қатты ойын болды. Арзаннан бір кілең жұмбаққан балы. Шынымды айтсам Боткама, бір жақсы жігіт тапса деп едім. Бөзім қыз ішкен тәрелкесін жуып қойға жарамайды. Ай, шіркін-ай, өзі жалғыз, өзі моман, жігіт тауылса деп едім. Гүлжамал, бері қарашы, менде мықты есебім болып жүр. Осында келіп жүрген ана Көбек деген жігіт бар ғой, сол біздің Алушкаға ухаживать етіп жүр. Қайдағы мәселе? Кәдімгі Байсалбай секірмелайшы бар емес пе? Сол кісінің өзінің баласы. Сол жігіт маған ұнамайды. Өзі оқуын тыста кеткен бе немене? Гүлжамал-ай, сен де қызықсың. Оқуда, дипломда, қызметтің көкесі табылады ол жігітке. Тек бәсекеңізді сау болсын. Өзінің бектемірі мықты, көмесе шетелде қызмет етеді. Осы қызға бас көз боламыз деп шетелге де бара алмай отырмыз емес пе? Бәсекенде адамға қолын бір жетіп, құдағи болып алсаң, тәттан кеткенсіңді бірақ қайда Сіз де осында екенсіз ғой? Я, осында, я дейдемін. Я дегенім ғой. Жарай Гүлжамал, мен кеттім. Алмышқа ойын болсын, неге келсінші? Осы сіздің подругаңыз бар ғой? Жақсы кісі. Осы сен әлгі? Ақымыз әжейдің нағашысың ғой. Мам, біз ояндық, завтрак бар ма? Үйде кісі бар, жұмақсама кенің үстінде. Ол кім кісі? Мынау ма? Мен Бекболатпын ғой. Қалың жақсына Ботка. Какой? Бағымнан қалған тұра еді. Мұнда жалғыз қалдырмайын деп, мен де өзімен мойныма асып алдым. Дұрыс айтасың қарағым. Өзі бір тапқыр жігіт екенсің. Ой, мама, мен оны смешной десем, это оказывается оригинально. Дұрыс айтасың, Ботка. Біле білсең, қазағының өзі оригинальный халық. Знаешь, всем біздің компания қатыс, это же оригинальный национальный колорит. Ай, Ботка, түзу басынан қисық басып кетесің. Бұл саған колорит болғанмен, маған ата-бабадан келе жатқан тәбәрік. Ну сен айналайын Бекболат, өзің бір нәрсе түсіндірші. Сен ауылда өскен барсың, ал мыналардың түрі де бабына да бағынан қойдың. Құдашы жеңгей, ауылда өскендердің талай соққандары бар. Одан емес шығар. Айтпақшы, менің бір жолдасым бар. Ай, нағыз азамат сол жүр. Бойдақ па өзі? Бойдақ болғанда нағыз сұр бойдақ. Оқуын бітірген бе? Оқу бітіргеніңіз не? Кандидат болуға 5-ақ минут қалған жігіт. Ол жігіттің былай туған туыстары көп пе? Туған туыстары дейсіз бе? Жоқ. Ол өзі жау. Сен ол жігітті бе? Үйге айтып тұрсаңшы. Әкелгенде қандай? Айтпақшы құдашы жеңгей, сіздің үйіңіз де соған бір қолайлы болар еді. Қолайлы болғаны қалай? Осы үйді азғана уақыт пәтерде тұра тұрса. Құдашы жеңгей, анау скверде скамейкада отырған жігітті көрдіңіз бе? Әне бір кітапқа іліп отырған ба? Я, тіпті кітаптан басылмайды. Көрдіңіз бе? Нағыз оқымыстың кескіні. Мен дастархан даярлап жүрмін. Жастар танысың. Аты кім өзінің? Қабанбай, Қазіргі жастарға кішкене ерте екен. уақасы жоқ құдашы жеңгей. Қазіргі қыздар қазақы есімді ортасынан қақ омырып тастайды да, аяғына орысша жалғап сүміртіп ала қояды. Атын қойшы, затын айтсаңшы затын. Затын дейсіз бе, затын айтсам, екі бетін адалдықпен туған жан, ал емес беру үшін туған жан.
сақалды әйелдесе шыбыр жатып қиған жан сауын сүйіп болып үшін туған жан дүниеде жоқ нәрсені қиған жан адам емес сақалды үшін туған жан не болса да бермейтін туған жан шүйкеу болу үшін туған жан адам емес сақалды Құдаша жеңгей, мен Қабанбайды шетелеп әкеліп, ана шетел бөлмемізге бір сүңгітіп жіберейін. Содан кейін күшік күйеу қылып алу сіздің өз қолыңызда. Абырмай, өз-өзінен түсінбеймін, сенбеймін. Құдаша жеңгей, Қабанбай деген жігіт осы сіздің жиеніңіз. Амансың ба? Саламатсың ба? Жиені қалай? Мен саған сюрприз жасайын деп едім ғой, сол осы. Сенің мамаңның шыққан тегі қыпшақ емес пе? Міне, бұл кісілерде қыпшақ. Сонда жиен болмай қайта кетесің. Я қарау, жиендіктен қашып құтыла алмайсың? Білсең біл енді. Тауда туып таста өскен, ағайыннан басқа өскен. Бекболатқа рахмет, таныстырып жатыр. Құдаша жеңгей, сіздерді таныстырмасам ертең елге не бетімен көрінем? Бұл Ботка. Ботагөз деген нағашы жер қарындасым. Менің танысым, это наш кабанчик. Әй, сен... Қалай жараса кетті? Қайран жиендер-ай. Көріспей жатып, әзілдер жараса кетті. Сізді құттықтаймын, Гүлда жеңгей. Чудесная находка. Бекболат айтпайды, жаңа жерде алмай болмайды деп. Ол жерде бол. Не дейсіз? Ол жерде бол. Көздесіңіз жоқ. Осы үйде қалсай, қаладан басқа үй таба алмайсың. Мен сені Құдайдан қорқып жүрсем, сен әншейін табансыз қорқар екенсің ғой. Енді кім әрине сен мына сендерге бір жолдарға қосып қашып бара жатырсың. Енді кім әрине сенсің. Осылайша Қабанбайды бір шоқмайға шоқ еткіздім. Ары қарай қалай болады деймісіз бе? Оны да айтайын. Бірақ кішкене демалатыныңыздар. Қазақша айтқанда антракт.